Aşağı sünnet деп айтамыз. Жалпы сүннет дегеніміз жол, із деген мағыналарды білдіреді. Сара жол дегеніміз дұрыс шығар, жай жол дегеннен гөрі бір адамның салып кеткен сара жолы. Енді бұл ардақты пайғамбардың жолы ғой. Енді бала алғаш ес білер уақыты сол бір 5 жастың жобасы ғой. Оған дейінгілер көбінесе есінде қалмайды да, негізі 3-4 жасқа дейін қалған көбі ұмытылады. 4-5 жастан бастап бала уже есін біліп, сол кездегілер кезінде есінде қалады да, кейін өскен кезде де. Сол үшін қазақтың салтында 5 жастың жобасында, 4-5 жастың жобасында сүндетке отырғызады. Енді ол сүннет дегенде, бұл тек қана сүннет деген ер баланың жаңағы 5 жастағы осы сүндетке отырғызу рәсімі ғана емес, басқа да сүннеттер көп. Оны да сүннет деп атай береді. Енді балаға неге осылай жасайды десе, баланың алғашқы рәсімі, өзінің бойында сезінген сүннет деген рәсімі, оның арты жақсылық болып, той болып, жаңағы ел жұрт сыйлығын әкеп береді, ақша береді деген сияқты. Есінде қалсын, бір сүннетке амал еттік, сүннет деген нәрсе бір жақсы нәрсе екен ғой деген миында бір жаңағы сүйегіне сіңетін бір тәрбие ғой. Сүйекпен сіңген мінез сүйекпен ғана кетеді дейді ғой, жаңа сүтпен сіңген мінез сүйекпен кетеді, қабірге дейін деген сөз ғой. Ең алғаш есін біліп, енді ер жетіп келе жатқан кезде сүннет деген нәрсемен таныс болды да ол. Және ол жақсы нәрсе болды. Бүкіл ағайын сүннетке отырғаның құтты болсын, сүннет істегенің құтты болсын деп жұрттың бәрі айтты. Демек бұл жақсы нәрсе екен деп өміріндегі ең алғашқы жасаған маңызды нәрсесі болып санасына сіңеді. Содан кейін осыған амал етіп қала береді. Енді біз енді мұсылман болғаны деп, сол кезде ғана мұсылман болды деп айта алмаймыз. Өйткені әл-мисақ деген нәрсе бар ғой. Қай уақытта мұсылман болдың деп сұрайды ғой. Әл-мисақ дейді ғой қазақта. Әл-мисақтан бері дейді. Әл-мисақ дегеніміз, адам баласын Алла тағала жаратты. Бірінші енді мынау жанымыз жаратылды ғой. Тәнімізге рухымыз үрленбей тұрып, барлық рухтарды жинап алып, аруақ деп айтамыз ғой. Аруақ деген, рух деген сөздің көпше түрі. Аруақ дейді, араб тіліндегі сөз ғой, екеуі де. Рухым, аруахым деген жеке және көпше түрі. Міне осы рухтар негізі бар. Енді соны Алла тағала өзінің әркім жаңағы анасының құрсағына көтеріліп, жаңағы 4 ай 10 күннен бастап жаңағы жанын үрлеп қояды. Рухын кіргізіп қояды тәніне, денесіне. Міне соны қайтып алған кезде адам қайтыс болды деп айтамыз. Тәннен жанның шығып кеткенін. Абай айтады ғой жаңа, мені мен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес дейді. Сол жаңа мені мен менікі деген жанның тәннен ажырап кеткендігін, рухтың мына денеден шығып кеткенін айтады. Енді сол рухтар денеге кірмей тұрып, бүкіл адам атаның өзі жер бетіне түспей тұрып, Алла тағала бүкіл рухтарды жинап алып, әләсту бираббикум, яғни мен сендердің раббыларың емеспін ба дейді. Қалу бәлә, барлығымызда сол кезде әлбетте сен біздің Раббымызсың деп жауап бергеніміз бар. Біз оны білмейміз әлбетте. Бірақ Алла тағала Құранның аятымен есімізге салады бұл нәрсені. Енді міне сол кезден бастап бүкіл адамзат мұсылман болады. Бүкіл адамзат, ол христиан ба, ол еврей ма, ол қызық емес. Барлығы туылған кезде мұсылман болып, фытраты дейміз ғой, жаратылысы таза болып дүниеге келеді. Ол еврейдің отбасында дүниеге келсе де, ол әуел баста мұсылман еді. Өйткені оның рухы Раббымыз сенсің деп Құдай тағаланы мойындап барып денеге кірді. Денеге кірмей тұрып, ол сондай мойындаумен мұсылман халде келді. Бірақ одан кейін енді әке-шешесінің тәрбиесіне байланысты, Алла тағаланың өзі жаңа тура жолды нәсіп еткен, нәсіп етпегендігіне байланысты өзгере береді ғой. Бірақ негізі бүкіл адамзат әуел баста мұсылман. Ол тіпті ислам діні болмай тұрып та, Алла тағала Құранда өзінің пайғамбарларының аттарын атап келе жатып, олардың барлығы «Ва нахну лаху муслимин» деп айтады ғой. Олардың барлығы біз мұсылман болғанбыз деп айтады дейді. Ибрахим болсын, Исмаил болсын, еврейлердің аталарынан шыққан пайғамбарлар болсын, барлығы да мұсылман еді. Олар ешқашан Құдайға серік қоспады. Олар ешқашан Исаны Құдай санамады. Мысалға да сондай аяттар көптеп келеді. Сондықтан негізі енді бізге ең жақын осы христиан мен еврейлер ғой. Шариғатта да некелеп алуға болатын қыздар, солардың қыздарын ғана ала аламыз. Мұсылманнан бөлек мысалы. Қыз бермейміз, бірақ ешкімге мұсылманға ғана қыз береміз. Бірақ мұсылман емес те осы кітап иелері деп айтамыз ғой, жаңа Тәурат пен Інжіл түсті ғой оларға.
Міне сол өзге дін өкілдерінен ала аламыз. Олардың да Құдайы Алла Тағала. Біз сеніп жүрген Аллаға сенеді оларда. Тек жаңағы анау пендешілік, көреалмаушылық, соңғы пайғамбар бізден келмеді деген сияқты, мойындамау деген сияқты нәрселер арқылы, шайтанның араға түсу арқылы бөлінгені болмаса, әуел баста негізі барлығының Құдайы бір. Әлі күнге дейін оларда Алла Тағалаға сыйынады, бірақ жаңағы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды мойындамағаны үшін күпірлікті, яғни кәпір болып саналады да, өзге дін өкілі болғанымен. Сондықтан да мысалы олардың шалған құрбандықтарын жеуге Алла Тағала рұқсат етеді Құранның аятында. Мысалы еврейдің я болмаса христианның бауыздаған малын жеуге рұқсат. Бірақ дінсіз адамның бауыздаған малын жеуге рұқсат етілмейді мысалы. Өйткені оларда Алла Тағалаға сенеді. Бір Алла дейді оларда. Бог един деп айтады ғой христиандарында мысалы. Сол себепті жаңағы түп сөздің төркіні бір деген сияқты, түп діннің барлығының төркіні бір негізі. Қай пайғамбардың әкелген адам атадан бастап барлығы да сол ля иляха иллалла деген сөзді айтып келе жатыр. Қияметке дейін сол сөз кетеді. Бүкіл бала да солай туылады. Сондықтан жаңағы бала сүндетке отырғанда ғана емес, барлық уақытта да мұсылманбыз ғой, әлхамдулилля, Аллаға шүкір дейміз. Бірақ енді сол мына сүннет деген нәрсені паш ету мақсатында қазақ халқында осындай жақсы дәстүр бар. Өзге ұлтта жоқ шығар, жай сүннет деп қоя қоятын шығар енді. Бірақ бізде кішігірім осындай дастархан жасап міндетті түрде атап өтеді, бәрі айтады оған, көрсет деп айтады, басқа қылады деген сияқты. Сүннет деген нәрсе мынау жақсы нәрсе екен ғой деген сияқты санасына сіңіріп сондай бір керемет үрдіс. Алла қабыл етсін. Ең алғашқы мынау сүннетке амал етіп жатқаны балаңыздың өзі түсініп, өзі біліп, Құдай қаласа осы сүннетке жаны жақын жігіт болсын Құдай қаласа. Уақыт болып қалған екен негізі. Өздеріңіз ары қарай отыра берсеңіздер, мен рұқсат алсам, сағат 5-те біздің сабағымыз бар еді.